Жалпы өмірде тіс түсу ыңғайсыз жағдай және екінің бірінде болып жатқан жағдай. Осы екінің бірі стоматологтан қорқады. Егер сіз осы айтқан қорқақ болсаңыз, сіздің тісіңіз жорылмайды, қашан тісім ауырады деген уайымнан көрген түс болады. Жалпы жұртқа кеңінен танылған тістің түсуінің жорылуы жақын адамның қайтуы. Бұны мен ескі версия деп айтар едім, тіс жорушы ретінде. Мысалы, сенің әкеңнің бауырының нағашысы қайтыс болайын деп жатыр, немесе бөлеңнің атасы кетейін деп жатыр. Сен түсіңде тістің түсуің солардың қайтыс болатынына жорыдың. Ал енді сұрақ, сен кімсің оларды өмірін түсінге қиятын? Сен олар үшін өмірде уайым жеген адамсың ба? Олар үшін уайымдап, қуанып көргенсің ба? Яғни еш себеп жоқ олардың өмірін түсінге қиятын. Және бұлай жору бос шығын, әрі түс жорудың қадірін кетіру. Ал баяғы заманда бұл жорудың мәні болған. Себебі ол заманда адамдар ру тайпа болып бөлінген үшін, әр өлген үшін жауапты болған. Ал қазіргі заманда тіс түсуі қалай жорылады айтайық. Бұл адамның өзінің жеке бас проблемаларына жорылады. Тіс түсу жоғалту болғаны үшін оның тісінің жорылуы көруші адамның бір нәрсені жоғалтқанына, шығын етіп жатқанына жорылады. Мысалы, ақшаны бекер құрту, мұқтажсыз бола тұра кредит алу, аяқ киім бола тұра тағы да аяқ киім алу деген сияқты. Денсаулықты құрту, біле тұра ауыру, уақыт еместе де ауырып қалу, өзіне зиян ету, яғни қуырылған жеу, суықта жылы киіну деген сияқты. Бос өткен уақыт, ниет еткен шаруаңды бітірмеу, жұмысқа еріну, жас кезде мақсатшыл қоймау, уақытты жұмсай алмау жас кезінде. Және расымен де адамның кетуі. Бірақ бұл түсте шарт әке, ана, іні секілді жақын туыс жанның науқас болуы. Ата-анаң, бір туғандарың сап-сау болса, әрине олар аман болсын, бұл түс олай жорылмайды. Себебі өмірде тіс түсу үшін алдымен босап ауыруы қажет емес пе? Ал түйін айтатын болсақ, түсіңде тістің түсіп қалса, ешкім өлмейді, тек сен ақшаңды, уақытыңды, денсаулығын құртқан боласың.